Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Бибігүл. Бүгін осындай вупи пай тортының рецептісімен сіздермен бөліскім келеді. Бір жасағаннан шығатын өте оңай рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де сіздерге ұнайтынына толықтай сенемін. Ең алдымен сармай мен шоколадты водяной баняда, яғни су буында ертіп аламыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне қантты салып, миксерде қатты жылдамдықта әппақ болып ағарғанша араластыратын боламыз. Үстіне суыған шоколадты сармайлы массамызды саламыз. Егер сіздерде кәдімгі қарапайым миксер болса, соны пайдалансаңыздар да болады. Дайын болған тестіміздің үстіне ұнды електен өткізіп саламыз, какаоны саламыз, және де ұн қопсытқыш, яғни разрыхителімізді салып, барлығын електен өткіземіз. Қолымызбен араластырып алып, кейін барлығын миксермен жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің тестіміз дайын. Осындай қолмалжың шоколадты масса болып шығады. Енді корждарымызды пісіретін қағазымызды дайындаймыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Енді тестімізді қағазға теңдей бөлікке бөліп салып шығамыз. Тестіні пергамент қағазының бойық жағына қарата салдық. Корждарды осылай жайып аламыз да, шамамен 180 градуста 10-12 минуттай пісіретін боламыз. Дайын болған корждарымызды осылай кольцының көмегімен немесе тарелканың көмегімен жан-жағын бірдей етіп, домалақ етіп кесіп аламыз. Енді кремін жасайтын боламыз. Ол үшін творожный сыр мен сливкиді және қант ұнтағын араластырып, миксердің жылдамдығында араластырамыз. Мінекей креміміз дайын болды. Енді тортты жинауға кірісеміз.
Менде вупи пайға арналған осындай насадка. Ішіне кремді саламыз. Жинайтын тортымыздың астына крем жағып жібереміз. Осылай торттың айналасына кішкене шығыңқы етіп кремдерімізді құйып шығатын боламыз. Әдеттегідей корж крем. Солай кезекпен кезек жасай береміз. Дайын болған тортымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. 1 сағаттан соң сливкиді, шоколадты және сары майды водяной баняда ертеміз. Кішкене суытып алып, тортымыздың бетіне құйып шығамыз. Дайын болған тортымызды осылай ұсынсақ та болады, немесе қалауымыз бойынша әрлеп ұсынсаңыздар да болады. Мінекей біздің тортымыз дайын. Егер сіздерге рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.